Мен келген жылы Камерунда единственный бір-ақ жерде мороженое сататын еді, и то ол жерде как будто бы мұз бен әшейін фруктыларды араластырып қойғанда и қатты сәл күтсең еріп кететін еді. Ал енді қазір құдайға шүкір деп қояйын, көп жерлер уже ашылды. Мына жер бір Любнан деп айтам, Лабаниз, ливандық адамдардың ашқан жері. Бір мороженойлары өте күшті деп айтамын, бірақ жақсы, біздікі де қатты ұқсайды. И сол жерден бүгін мороженое алдық. Мороженое, айскрим, дондырма, балмұздақ. В общем, соны алдық. Адамдар уже кешке қарай ана жерде азайыпты. Обычно адам көп вообще. Кеш дегенде уже түн ғой. Бір 11-де бардық. Сағат сонда да ашық екен. Бір тема жер. Бұл жерде көбінесе сағат 8-де бір нәрсе жабылып қалады. Соған үйреніп қалғанмын ғой. 12-де ашық дегенге, 12-ге жақын ашық дегенге таң қалдым, в общем. Ал біз үйге алып кеттік. Мороженеларымызды, сонымен кино көріп, үйде отырып жеп алдық.